Шексіз ауырсыну, ал мен ештеңе істей алмаймын. Айсәуле Бақытбек жан сырын бөлісті. Блогер Айсәуле Бақытбек жақын адамнан айырылғаннан кейінгі жан күйзелісін бөлісті. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Айсәуленің жазбасына қарағанда, ол 3 баласының атасы, яғни жұбайының әкесі өмірден озған. Бұл қайғы отбасы үшін ауыр соққы болған. Сүйіктіме қарап, ішіндегі шексіз ауырсынуды көремін. Ал мен ештеңе істей алмаймын. Мұндай жараға таңу бола ма? Балаларыма қараймын, олар әлемдегі ең көңілді, әрі мейірімді досы келетін шығар деп үмітпен күтіп отыр. Ал мен жүрегімді ауыртпай, оларға қалай шындықты жеткізсем екен деп 100 рет ойланып жүрмін. Қадірлі көрермендер, Айсәуле Бақытбектің осы жазбасы жақынынан айырылған адамның шынайы күйзелісін, ауыр эмоциясын терең әрі жан тебірентерлік түрде жеткізген сәті. Жазбадан оның тек жеке қайғыны ғана емес, бүкіл отбасының, әсіресе балаларының ішкі жан дүниесін ойлап, жанын қинап жүргені байқалады. Мұндай жараға таңу бола ма деген сұрағы, ол қайғыға емнің жоқ екенін, тек жүрекпен көтеріп, уақытпен жеңілдейтінін аңғартады. Балаларына шындықты жеткізуге жүрегі дауаламай, оларды қалай ренжітпеудің жолын іздеуі ана ретінде ғана емес, адам ретінде де ішкі парасатының белгісі. Бұл отбасылық сүйіспеншілік пен жанашырлықтың, ауыр сәтте бір-біріне сүйенудің көрінісі. Қайғысына ортақпыз. Айсәуле мен оның отбасына сабыр, жүрек тыныштығы мен мықты рух тілейміз. Мұндай сәттерде қоғамнан қолдау сезіну жанға медет болады. Оқырмандар тарапынан жылы сөздер мен ақ тілектер дәл қазір олардың отбасы үшін үлкен демеу болары сөзсіз.